Ассаламу алейкум, қой сүйер қауым дегенде қазақтың шаруашылығын, ауылын жақсы көретін адамдарға. Мен мынандай біраз іздедім. Қоңырау. Сөйтсем, еш жерде сатылмайды екен, сатылған өзі нашар болады екен. Дауыс шықпайды, сонымен ары ойланып, бері ойланып, екеуін жасағам, екеуінің дауысы екі түрлі шығады. Осылай, біреу сәл қысық қарайды, біреу сәл ұзындау, міне түрін бүйтіп қарайтын болсаңдар. Бірінші жасағаным мұнысы ғой, мынау. Бұл кәдімгі амортизатор. BMW амортизаторын алдым. Заднейін. Сөйтіп, мына сыртқы трубаларын кесіп, мына жерден қарасаңыздар болады. Кесіп, оны екіге бүйтіп айырып ашып, бірін-біріне өзім сварқылеп, мына үстіңгі жағын листпен және мына жерге ондай несін перемычкасын істедім да. Ішкі жағында бұныкі сәл енді сложный конструкция. О, қарап тұрсаңыздар, ішінде болт, шестерка, одан кейін мынау ключ негізінде. Бір ключ бар еді осындай. Басы деурек. Соны өзім істеп қойғам. Кейін сәл істегеннен кейін басыңда жақсы істейді, ойланасың. Уже мынаны істеген кезде үшеуін істегем негізінде, біреуін досыма подарка жасадым дегендей. Бұл да сол BMW-ның несі, бірақ бұның ішкі құралы уже сәл простой. Шестерка проволоканы ішін қарсаңыз. Мынау да шестерка. И мына жағында баллонный ключ, секретный баллонный ключ бар еді. 5-6 жатқан еді өзімде. Баллонный ключ. Баллонный болт деген. Баллонный болт. Шестеркаға неғып қойғам. Сол бойок. Осыны. Мынау болса, бұл пожарный шланг. Пожарный шланг. Бұлай сыммен әшейін 4 жерден істеп қойғам. Бірін-біріне неғып. Осыны қазір мен тақпақшымын. Себебі туман басталып жатыр. Туманда малын қайға кетіп бартқанын, қай жерде жүргенін осы қоңырау арқылы жақсы. Ол бір, екіншісі шибөрі шакал дейма. Шакалдар көбейіп жатыр. Жақындап жатыр күн суыған сайын. Қорда жатқан кезде, жақындаған кезде қойлар тұрып үркейді. Үркейген кезде бәрі даңғыр деген кезде ол жақындамайды. Одан да бір кішкене көмегі бар, қорғауы бар. Сол, мен осындай істегеннен бір әйтер бірінші ізденесін, анаяқтан таппағаннан кейін қалай жасасам болады деп өзім көбінесе өзім қолдан жасап тастаймын әртүрлі нәрселерді. Сол, құрметті көрермен, сіздерден сұрануым подписка, лайк басып кетіңіздер. Ұнаған болса ұнады, ұнамаған болса ұнамады деп комментарий жазып кетсеңіздер. Ұнамаса, ешқандай менің ренішім жоқ. Ол 7 миллиард адамға жер бетіндегінің бәріне ұнауына не емес. Бірақ керек адамдар өзіне пайдасын алады деп ойлаймын. Тағы да бір қайталап өтпекшім. Мынау амортизатордың сыртқысы. Оны екіге бөліп, мына жерде нелері бар, екіге бөліп ашып, бірін-біріне сварқылеп істеп қойған. Бірақ дауысы керемет. Бір 4-5 километрден шығып тұрады. Әдемі шығады. Сол, керек адам өзіне жасап алар деймін, иншалла. Немесе комментарийға заказ жасаңдар, істеп беруге тырысам, иншалла. Бір текеме, бір серкеге тақып қойдым. Көрсетпекшім. Міне. Ар жақта серкем бар. Мейізі айыр емес, айқас болып өсіп отқан. Соны арнайы алып, қазақта ырыны бар. Сондай серкені атардың ішіне жеп қояды. Атардан атар шықсын деп. Етіп, мейіздері айқасып шығады. Соған іліп қойдым. Енді ол кішкентай бірақ сонда да мінекей алдымызда жүр. Мінекей.
Ana aldı zaten. Minik. Allah'ım var. Ешкім бар бұрыннан тауып жүрген. Мынаған осылай болып шықты. Мінекей.